Әжесі немересін сабаққа апару үшін үйден шықты. Сол сәтте аулада есік алдында көрші ата тұрған еді. Әжесі көршіні көрген бойда жылы жүзбен амандасты. Ал немересі атаның қасынан үнсіз өте шығып кетті. Мұны байқаған әжесі сәл ыңғайсызданып қалды да немересін қайта шақырды. Балам, үлкендермен ең бірінші болып амандасу керек, деді әжесі. Немересі өз қатесін түсініп ұялып қалды. Ол әжесінен кешірім сұрап көрші атаға жақындады. Ассалаумағалейкум, ата, деді ол қолын ұсынып. Уағалейкум ассалям, батырым, деп ата баланың қолын алып басынан сипады. Күнің жақсы өтсін, сабағыңды жақсы оқы. Жол бойы әжесі немересіне сәлемдесу әдебі туралы айтып берді. Балам, сәлемдесудің өзіндік ережелері бар. Жасы кіші адам үлкендерге бірінші болып амандасады. Сырқат адамға сау кісі алдымен сәлем береді. Атта отырған адам жаяу жүрген адамға бірінші амандасады. Көпшілікке ат үстінде отырып амандасуға болмайды. Міндетті түрде түсіп сәлемдесу керек. Қазіргі таңда аттың орнына автокөлік пен велосипедте кіреді. Алғашқы кездесуде ер адамдар қол алысып амандасады. Ал қыз балалардың бас изегені дұрыс. Сәлемдескенде орнынан тұрып ізет көрсету сыпайылықтың белгісі. Сәлемдесу өткінші емес, өмір бойы сақталатын әдеп, балам. Немересі әжесінің сөзін мұқият тыңдап келе жатты. Рахмет, әже. Айтқандарыңызды есімде сақтаймын, деді ол. Әжесі немересінің басынан сипап, мейіріммен батасын берді. Ақылды балапаным, жолың әрқашан ашық болсын. Сабағыңды жақсы оқы, деп бетінен сүйді.